Өміріңді қиындатпа. Егер адам білімі мен ақылын, жалпы мидың күшін басқа да болмайтын ойларға емес, тек нәтиже беретін істерге жұмсаса, оның өмірінде қиындық аз кездесер еді. Сонда өміріңде ауыр ойлар туғызатын дүниелер мүлдем болмауы да мүмкін. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Біріншіден, сіз күн сайын және минут сайын тек алға жүруді тоқтатуыңыз керек. Адам робот емес. Кейде оған тоқтау, ойлану, демалу қажет. Өзіңізді асықтыруды және сөзбе-сөз өзіңізді артқа итеруді тоқтатыңыз. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Асықпаңыз, бәрі ойдағыдай болады. Аяғыңнан сүрінсең, тұрып кетерсің, тіліңнен сүрінсең, құрып кетерсің. Құлаққа музыкадан да жағымдырақ естілетін бір нәрсе бар, ол тыныштық. Қатты уайымға салынба, бұйырғанынан қашпайсың. Жан аман болса, кез келген қиындықтан өтесің. Қыздың қандай екені анасына емес, санасына байланысты. Әр адамның өмірінде басты қарсылас бар, және ол тек қана өзі. Біз қол жетпесті қуып жүріп, мүмкін емес нәрсені жасап шығамыз. Менің ең сенімді 6 қызметкерім бар. Олардың алдында міндетім зор. Олардың аттары кім, неге, қашан, не, қайда және қалай. Ой барлығының да бастамасы. Ой арқылы бәрін басқаруға болады. Сондықтан да ең бастысы оймен жұмыс жасауды жетілдіру қажет. Қателіктен қорқудың өзі қателік. Ешкім де сізден күшті емес, ешкім де сізден ақылды емес. Тек олар сізден ерте бастаған. Өміріңді жақсартудың тек 2 тәсілі бар. Бірінші тәсіл – өзінен өзі ешқандайда керемет болмайды деп өмір сүру. Екінші тәсіл – бар әлем тек таңғажайыптан тұрады деп өмір сүру. Мүмкін сен бұл әлемде бар болғаны жай ғана адам шығарсың, бірақ біреулер үшін сен бар әлемге саналысың. Қиын жолды таңда, онда бәсекелес аз. Ең бірінші кеңес, тірі адам тіршілігін жасау керек. Отырсақ отыра береміз, анау қымбат, мынау қымбат, заман сондай деп негативтің бәрін бойымызға жинап алатын болсақ, энергиямызды жоғалтып, әлсіз адамға айналамыз. Ал егер жоқ жасаймын, қолымнан келеді, айналамды өзгертемін, соған қарай талпынамын дейтін болсаңыз, ол адамға күш-қуат жинай алады. Адам бойындағы энергия түбінде ақшаға алып келеді. Сен берілмегенге дейін жеңілген жоқсың. Өмірдегі ең маңызды нәрсе басқалардың айтқанына қарамастан өзіне сену. Өмір таусылмас қуанышпен өтуі тиіс. Қандай жағдай болса да мойымауға тырысыңыз. Сен жаңа бизнес бастасаң, ешкім саған сенім артпайды. Мен бәрін құрметпен қараймын және кез келген сынды қабылдаймын. Бұл мені әлде қайда күшті етеді және алға басады. Неден қорқсаң, соған қарсы жүр. Өйткені қорқынышқа қарсы тұрар күшті сол жерден табасың. Әйтпегенде күнде бір орында тұрып қаласыз. Ал сіздер ондай емессіздер. Кез келген қиындықты еңсересіздер, оны білемін.
тек ішкі қалауыңызға ден қойыңыз. Егер әрдайым асығып жүрсеңіз, кейбір кереметтерді өткізіп алуыңыз мүмкін. Сіз тыныс алғанда тек демаласыз, ал жақсы көргенде өмір сүресіз. Басқа өмір формаларын көріп қана өз өміріңнің ақиқатын сезіне бастайсың. Ойынға айналған жерде ойда ештеңе айтқысы келмей қалады. Ойланып шешім қабылда, шешім қабылдап ешқашан ойланба. Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды. Бір нәрсені қалпына келтіру үшін жаңа құрылымды бұзу керек болатын кезде аз емес. Қиындыққа тап болсаң, өзіңе сен. Ақымақтықтан асқан жауың жоқ. Кейде бір сәттің өзі алтыннан да қымбат. Өз жүрегіңнің ұстазы бол, жүрегіңе сені басқаруға мүмкіндік берме. Нәтижеден қорықпаңыз. Егер сіз алға қадам жасасаңыз, сізді қадамдарыңыз жолды жасайды. Бір аурумен ауыратын науқастар бір-біріне жанашырлық танытады. Бақытсыз адамдар бір-бірін түсінеді. Ит босқа үрсе де, оның артынан бірге жамырай үретіндер табылады. Салқын шай мен тамаққа төтеп беруге болады, бірақ суық сөз бен көзқарасқа шыдау мүмкін емес. Ақылды адам үйренуді, ақымақ үйретуді жақсы көреді. Ашушаң адамды бір сәтте ақымаққа айналдырып жібереді. Қазіргі заманның нашар тұстарының бірі өзіне сенімділердің ақымақ болуы, ал кішкене болса да ой қиялы мен түсінігі барларғадың күмәнға толы болуы және тәуекелге бара алмаулары. Өзіңнің түйедей мінін көрмеген біреудің түймедей мінін көрер. Ақымақ болып туылу ұят емес, ақымақ болып өлу ұят. Ақымақ кісіні мақтасаң, ақылынан айырылады, ақылды кісіні мақтасаң, көп ойланады. Кейде бір парақ батып кетіп, тас жүзіп жүреді. Өтірік жылдам шабады, шындық қадам-қадам басады, бірақ сонда да уақытында жетіп келеді. Адам сыртқы көрінісімен қарсы алынады, ішкі дүниесімен шығарып салынады. Ағаш қаншалықты биік болса да, жапырақтары жерге түседі. Бірі екіншісіндей дәрежеде бай болған кезде бауырлар бір-бірін жақсы көреді. Өзгені айыптағандай өзіңді айыпта, өзіңді кешіргеніңдей басқаларды кешір. Тасты тесетін судың күші емес, тамшылардың тұрақтылығы. Кетіп бара жатқанды жолыңнан қалдырма, келгенді асықтырма. Орнынан қозғалмайтын адам ешқашан сүрінбейді. Түпсіз терең теңіз майда өзендерді менсінбейді. Кім биікке көтерілгісі келсе, сол саты ойлап табады. Қайғы жыртылған киім секілді оны үйге тастап кеткен жөн. Жанға жылу сыйлайтын бір сөз 3 ай қыстан тоңбай өтуге көмектеседі.
ойланып барып шешім қабылда. Шештің бе, ойланба. Мені жоғалтып алмауыңыз үшін арнама жазылып алыңыз. Өмірлік мәні бар пайдалы кеңестермен жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі. Комментарийға өз пікіріңізді қалдырып өтіңіз.